Адам ата туралы сіз білмеген қызықты факттер туралы айтып берейін. Бізде 25 күн, 25 пайғамбардың өміріне қысқаша шолу. Адам ата тарихтағы ең алғашқы пайғамбар және ең алғашқы адам болып есептелінеді. Адам атаны Алла тағаланың өзі жаратқан. Жәннатқа ең алғашқы кіргенде, жәннаттан ең алғаш шыққанда ол адам ата болып есептелінеді. Себебі адам атаның жәннаттан қуылуы ол шайтанның кесірінен болады. Ал шайтан жәннатта не істеп жүр десеңіздер, адам атаны Алла тағала жаратпай тұрып, жер бетінде 2000 жыл бұрын жындар әлемі өмір сүрген. Ол жындар азғындыққа беріліп, Алла тағалаға қарсы келеді. Алла тағала оларды жазалайды, бірақ жындардың ішіндегі ең ізгісі, ең тақуасы иблис, яғни шайтан болғандықтан, шайтанның дәрежесі Алланың құзырында және жәннатқа дейін көтеріледі. Яғни ол жәннатта жүреді. Періштелерге де сабақ береді деген риуаяттар бар. Дәл солай адам ата мен Хауа ана және шайтан да жәннаттан қуылады. Жер бетінде ең ұзақ өмір сүргенде ол адам ата. Оның өмірі 10 ғасырға созылған. Адам атаның ұрпақтары өте көп болған және оның ұрпақтары егізінің қарындасы басқа бір егізінің ағасына тұрмысқа шығу арқылы ұрпақтары 40 мыңға дейін тараған деген риуаят бар. Қазіргі мұсылмандар үшін қасиетті болып саналатын Қағбаны да ең алғаш тұрғызғандардан бірі ол адам ата. Қағбаны ең алғаш тұрғызғандардың ең біріншісі олар періштелер, ал екіншісі болса адам ата. Адам ата қайтыс болған кезде оның жаназасын періштелер оқыған және қабірінде періштелер қазған. Және біз қуып жүрген бұл дүниеде адам ата үшін жаза ретінде берілген. Видео ұнаған болса видеоға лайк басып достарыңызға